Оның бір проблемасы болды. Бастапқы уақыттарда, кейін ол да проблема шешілді. Қазір енді айтып жатыр ғой, осы интернет дамып, жаңадан осындай интернетте мақалалардың, материалдардың аздығы болып жатыр деп. Біз енді өзіміз қазір осы интернетте сайт жасау, басқа жұмыстармен осындай кәсіби түрде айналысамыз. Біздің жасаған сайттарымыздың жалпы тізімі. Тек қана былай сайтқа шығарып қойғанымыз, жалпы бір 45-50 шақты сайтқа біз интернетте осылай тұрақты жұмыс істеуіне жауап беріп, олармен арнайы келісімшарт бойынша осыларға жауап беріп отырамыз интернетте жұмысына. Мысалға бізге сол кейбір материалдар мысалға дұрыс болмаса, оларды жабу керек болса сайттарды бізге арнайы сол қағаздар келіп жауап тұрамыз кейде. Қандай да болады. Енді біз мына интернетте осы орын беретін бір хостинг компанияның орыс жігіттер негізі бастықтары, солармен бірігіп, ол жігіттермен біз таныс болғанбыз сол 98-ші сол баяғы интернет бастаған жылдарда. Олар жаңа бізді қамшылап, ой, сендердің қазақша әріптерің шықпайды ғой деп, біз қалай шықпайды деп жаңағыдай спорласқан сияқты болып, оны біз шығарамыз деп, шетелдегі қазақтармен байланысып, әйтеуір осындай дәрежелерге жеттік. Енді сол жігіттермен бірігіп құрған неміз, мына Tor.kz жобасын аштық. Адресі Tor.kz. Бұны біз қазір, бұл негізі бұрын Tor.kz осыдан 3-4 жыл бұрын ашқанбыз. Ол кезде ол кездегі версиясы жоқ. Ол кездегі несі ішіне қазақша өлеңдер, форум, көп нәрселер болған. Адамдар көп сөйлесіп, бір-бірімен сөйлеп естіп, содан кейін ішінде қазақша өлеңдеріне байланысты бізге жаңағы авторлық құқықты қорғау несінен, мекемесінен негізді мәлімдеме, яғни ішіндегі әндеріңіз заңсыз. Соны жабыңыздар деп, сосын біз оның бәрін жобаны толықтай сол жерде тоқтатып қоямыз. Бір жылдай уақыт істемей тұрды Tor.kz. Әнге байланысты. Иә. Мына Tor.kz осындай тегін бастап ашқан уақытымызда бізге Нұрсат компаниясы орын берген тегін. Сосын менде Нұрсат компаниясының арнайы логин парольдары бар. Осындайлар қазақ тілін дамытамыз деп, интернетте осылай адамдарды қазақша сайттарды көбейтеміз деп, Нұрсат компаниясының жамандай беру болмай, олардың жақсы аманелері Самал нетісі арқылы тегін осындай интернетке шығатын маған доступтар берген. Сонымен пайдаланып біз біраз сайттар жасап жүрдік. Нұрсат.kz деген бір хат жазатын не болды, сол қалайсыз? Біздің сол әндеріміз негізі сол Нұрсаттың порталының ішінде тұрды, солардың серверінде тұрды. Сосын авторлық құқықты сақтау жағынан қорғау деген мекеме, оларға сіздерде қазақша әндер авторлық құқықты бұзады, осындай интернетте орналасу заңсыз деп хат жіберген ғой. Соның себебінен олар да енді қорқып ести бастады. Тек қана болмас, бізден кейін де көптеген жігіттер жаңағы әндерді, нелерді қазақша MP3 форматында жариялап жүрді, олар да қазір жабық. Жоқ, ол дұрыс емес қой. Жүрді. Ол негізінде заңсыз. Е, ол негізінде заңсыз. Барлығы заңсыз. Заңсыз. Мен біз қазір соңғы жағдайда қазір мен табамыз. Жаңа жоба аштық, осы биылдан бастап, осы жақында Tor.kz ашық энциклопедиясы. Енді біз бұны басқа нәрседен ойлап тапқан нәрсеміз жоқ. Бұның бір ерекшелігі, ол өзімізде Қазақстанда өзіміздің мекеменің серверлерінде жұмыс істеп тұрады. Яғни бұған өзгертуіне несіне барлық өзіміздің қолымызда. Ал мына бұрынғысы Википедия деген бәрін білесіздер, Википедия, қазақша версия. Сол сияқты Википедияның қаншама версиялары бар. Бұл ашық энциклопедия, ішінде көптеген материалдар бар. Біз осының копиясын өзіміздің Қазақстандық серверге орналастырдық. Мегалайт қолданушылар болсын, KZ торының қолданушылар болсын, пайдалансын деген ниетпен. Әр шамалы осындай ұқсастар қылып жасадық. Мынаусына шамалы ұқсас. Мыналарын алып тастадық. Өзіміздің басқа материалдар, мақалалар қоюымызға болады. Сосын бұның ішінде мысалға мына тақырыптарын белгілеп жазып қойдық, аттарын бұлардың барлығы қазір бос тұр. Бұларға енді қолданушылар болса, міне жазып қойдық. Әркім өзінің үлесін қосуына болады. Яғни бізге хабарласса, біз арнайы логин пароль береміз, өзі ішіне кіріп, сол арқылы
несін мақаласын барлығын өз атынан жариялай бастады. Оның ішінде біреуіне модерация жасамаймын. А сіздер не қарап шықпайсыздар ма, мәселен оның ішіне не салып қойған? Жоқ, оның ішіне Тарихты қараймыз. бұрмалап. Жоқ, оған қараймыз. Иә. Ол енді бұл жерде тек қана тарихқа байланысты емес, жеке адамдардың мақалалары болады, немесе тарихи мақала болады ғой. Мұны басқа адамдар да жазады. Бұл Википедияның ерекшелігі. Мысалы, сіздің жазғаныңызда басқалар да жазып, өзгертуге, содан кейін бізде оны қарап, мынау дұрыс емес, дұрыс деп шешімді шығарамыз. Сол сияқты Википедияның қаншама ашық жобалары бар. Мен көрсетейін деген мысалға Википедияның мақаланың орналасу қалай бар. Мынау тақырыптар, оның ішінде мысалға қауіпсіздік саласы деп арналады. Енді бұл бетте тек қана авторлық құқық және плагиаттар деген бір мақаланы қойды. Оқуға не екен, ыңғайсыз екен, кешіріңіз. Ыңғайсыздау екен оқу. Қай жер? Жоқ, қараңыз мына әлемде авторлық құқықты қорғау жөнінде Жоқ, бұны әртүрлі жасауға болады. Мынау тек жалпы салынған материал ғой. Әртүрлі вариантта жасауға болады. Мына қысқа. Иә, оны қысқа да жасауға болады, оның әртүрлі варианттары бар. Одан кейін біз арнайы қазақ тілі терминологиясы бойынша ақпараттық технологияның терминдері деп сол сайттарға сілтемелер қойдық. Одан кейін бұл жерде ең маңыздысы қонақ кітабы бар. Бұл жерге де адамдар өзінің пікірлері несін жазуына болады. Енді сонымен қатар бұл сайттың тағы бір ерекшелігі мына бізде интернетте қазақ тілінде Қазақстанның өзінде бір жаңағы ерекшелігіміз бізде қазақ тілін қолданушылар, тілді қолданушылар кирилл әрпімен, латын әрпімен, сосын төте жазумен қолданады. Енді мына сайттарда осы мүмкіндік бірден қарастырылған. Яғни бұл жерге мақаланы, әсіресе мамамыз жаңа мақала, осы мақала, сіздің жазған мақалаңыз болсын, бұл кирилл әрпімен жазылған ғой. Осыны салып қоясыз. Енді бұны автоматты түрде латын дегенді басқан кезде автор латын әрпімен ауысады. Бұл автоматты түрде ауысады әріптер. Сосын төте дегенді басқан кезде осы төте жазылады. Бұл бір жаңалық екен, жақсы. Иә, бұрыннан бар. Төтеге сразу түсе ме сонда? Иә, жаңа кириллицамен жазған біздің материалымыз төте жазумен шықты. Енді біз бұл жерде бір жаңалық ойлап тапқан еш нәрсеміз жоқ. Бұл мына Википедия несінде оның барлығы жасалынған. Біз соның өзгеше бір нұсқасын өзіміздің қазақстандық серверде орналастырып, әрі біз сайт жасайтын мекеме болғаннан кейін басқа да мекемелерге осындай сайт жасап берумен айналысамыз.